sistema köyütte geçitteki intervallarda sonuçlanır. İkinci temsilcilikte keltirip жасалады. 7 плюс x плюс 7 бөлінген 8 минус x 2-ні теңдіктің екінші жағына шығарайық. Плюс 2 болып тұрады. Ортақ бөлімге келтіреміз. 8 минус x. Сонда 8 минус x x плюс 7 8-ден 2-ні бөлсек плюс 16 2-ні бөлсек минус 2x кіші болса тең 0-ден дейінгі жағдай 8 минус x алынды бөлімінде 16 23 минус x кіші болса тең 0-ден деген теңдікке келеміз. Енді мынаны мәндестің x плюс минус 9 x плюс 9 кіші болса тең 0-ден 23 минус x бөлімінде 8 минус x кіші болса тең 0-ден. Енді тағы алатын болсақ x минус 9 x плюс 9 кіші болса тең 0-ден. Қалында бөлімде минус көшірсек x минус 23 x минус 8 кіші болса тең 0-ден деген теңдікті жүйеге келеді. Бірінші теңдіктің шешімін сұрайық. Минус 9 бен плюс 9-дың аралығы теңдік белгісі болғаннан кейін минус 9 бен плюс 9-дың өздерде тиісті болады. Плюс минус плюс бізге теріс тарапта. Екінші теңдіктің шешімін беріңіздер. Екінші теңдіктен 23 пен 8 23 пен 8 8 боялады. 8 кешіресі боялмайды. Себебі бөлшектің бөлімен нөлге айналады. 8 боялмайды. 23 тиісті болады. 23-ті 23-ті бояймыз. Шешімдері плюс минус плюс 8 бен 23-тің аралығы. Қиыстырамыз. 8 бен 9-дың аралығы. Сонда жауабы 8 тиісті емес, 9-ды